Заманымыздың заңғар ұлы, қазақтың ұлылығы мен асқан рухын әлемге танытқан ұлтымыздың ұлтжанды адал тұлғасы қадірлі Мұхтар Шаханов. Бірде мынандай жағдай болды. Анам қатты ауырды. Соны енді біреудің ауылдағы біреудің жаңағы грузовой машинасын сұрап алып, соны Шымкенттің ауруханасына алып бардық. Соны кейін айтты, егер анаңызды бір сағат кешіктіргеніңізде о дүниелік болып кетерген анаңыз деді. Сөйтіп сонан мен жылап тұрып терезеден қарап тұрдым, бер жағынан. Соны кейін жаңағы операция жақсы өтті. Енді қайта беруіңізге болады деді. Сөйтіп сол жолда Қырғы базарды аралап өтіп жүрдік. Сөрге кезде бір бетінде шотыр бір адам палашып тұр екен. Соны кейін бір әйелге палашты, қолын ұстап тұрып айтады екен, мынау үш күйеуге шыққан екенсіз, енді төртінші күйеуге шығасыз, одан да ажырасасыз деді. Сөйтіп жұрттың бәрі ду күлді. Соны кейін ана әйел өтірік деп айқайлады. Сөйтіп біреу мен анасымын деді. Рас, қараңдар, айта беріңдер, айта бер ары қарай деді. Мен анасымын деді. Сөйтіп оған да сол талай әңгімелерді айтты. Сонан кейін бірдеңе тиын ғана алады екен. Сонан кейін мен біреудің көршілерден сұрап алып келген тиын тебенім бар еді. Сонан кейін соны бердім. Сонан кейін қолымды ұстап тұрды да, балам деді, сен бүкіл жер шарына белгілі адам боласың деді. Сені білмейтін мемлекет болмайды деді. Барлығы емелі. Соны кейін деді, сен сол анаңды алып келген екенсің ауруханаға. Анам қайтыс бола ма деп қорқып қалған екенсің. Анаң деді 85-ке келіп дүниеге содан кейін кетеді деді. Содан кейін ал енді сенің өзіңді бір қазір бір жаққа барасың, сол жақтан бір олжалы болып ораласың деді. Жоқ, мен анам ауырып жатыр, ешқайда бармаймын дедім. Бала қарсыласпа деді. Соны үйге келсем, есіктің алдында ат байлаулы біреудің малханасында тұрамыз. Ана төбесінде нелер салбырап тұрады сондай. Содан жаңағы сөйтсем, мен әкемнің жолдастарының бір екен. Сөйтіп ойбай, ана сол жақтағы бір үйіміз бар еді. Соны 2 центнер бидай бір кішкентай ақшаға сатып келгенбіз. Соны ана 1 центнері қалған екен, соны алып кет. Соны кейін ақшасы бар кішкентай деді. Соны кейін есегімменен сояққа бардым. 70 шақырым жер. Соны кейін 1 центнер бидайды есекке тиеп, өзім 70 шақырым жерде есекті жетектеп бердім үйге. Міне сол ана кісінің айтқаны тура келді. Кейін мен Қазақстанның Қырғызстандағы төтенше және өкілетті елшісі болып 10 жыл жұмыс істедім. Сол кезде анам сол 85-ке келді. 85-ке келгенде өзім қорқа бастадым. Тура айтқандай 85-ке келгенде о дүниелік болды. Соны Қасқасудағы әкемнің қасына апарып жерледім. Міне анамның сондай бір қасиеті бар еді. Ал енді әкемнің жағдайы ерекше. Ол бүкіл Құран кәрімді жатқа білетін. Соны кейін қазіргі адамдардың көпшілігі, молдалардың көпшілігі содан жұрттан ақша алғысы келіп тұрады. Менің әкем біреуден бір тиын алмаған өте таза адам болды. Әкем мені алдына отырғызып алып, 9 жасында өмірден өтті әкем. Отырардың, ол да мен де отырарда туылғанбыз ғой. Сонда сол отырарда Шыңғысханның қалай қиратқанын, қандай зұлымдық жасағанын, соны айта беретін. Мен қолыма қалам ұстағаннан бастап, сол Шыңғысхан жөнінде, Шыңғысханның зорлығы жөнінде шығарма жазуды алдыма мақсат етіп қойдым. Кейін сол кітап Шыңғысханның пенделік құпиясы жаңағы кітап дүние жүзінің барлық басты тілдеріне аударылды.
Міне сондай жағдай болды. Сондықтан мен әкеме ерекше құрметпен қарадым. Сол әкемнің айтқан нелердің барлығын мен іске асырдым. Шыңғыс Айтматов ол менің ерекше досым болды. Екеуміз бірлесіп кітап жаздық. Содан кейін екеуміз бірлесіп бірге пьеса жаздық. Ол 11-12 мемлекеттің сахнасында қойылды. Ал енді сол Шыңғыс Айтматов кеткелі бері мен өзім жалғыз қалған адам сияқты жүрмін. Екеуміздің достығымыз ерекше болды. Ал енді Шәмші Қалдаяқов біздің үйде 11 жыл тұрды. 11 жыл тұрды. Ал енді ол мынандай жағдай болған, ол кезде әскерге 3 жыл 7 ай қалатын әскерге. Сол Шәмшіні Сібірге жіберген, соны Сібірдегі бір үлкен неге қарауыл етіп қойыпты мекемеге. Соны кейін ол жерде 65 градус аяз болады екен. Сондықтан таңертең 50 грамм, түсте 50 грамм, кешке 50 грамм таза спирт береді екен. Оған 250 грамм су қосып ішеді. Сонда таңертең, түсте, кешке жаңағыдай іше бергеннен кейін 3 жыл 6 ай бойы ішкіш болып оралған. Мен барсам да сондай болып кететін едім. Сондықтан енді Шәмшінің ал бірақ мұны бірде мынандай болды. Шәмшінің әкесі Қалдаяқ деген кісі осы біздің үйге келді, соның өлерінің алдында. Сөйтіп, соны кейін айтты, мынау сен деді, әлі арақтан аузың босамай келе жатыр деді. Сен мынау Мұхтар деді, еріне арақ тигізбеген жалғыз адам деді. Еріне арақ тигізбеген. Сондықтан Мұхтар не айтса соны орындайсың деді. Онда Шәмші айтты, онда мен бүгіннен бастап Мұхтар аға деп айтам деді. Өлгенше мені Мұхтар аға деп кетті Шәмші. Совет одағының кезінде Расул Ғамзатовтың өлеңдерін білмейтін адам болмайтын. Барлығы жатқа оқитын. Ал енді сол екеуміз дос болдық. Мен дегенде Расул Ғамзатов ішкен асын жерге қойды. Совет одағының кезінде мен орыс тілінде барлық одақтас республиканың тілдерін мемлекеттік мәртебе берген мен. Мемлекеттік мәртебе алып бердім. Менің анам бір ерекше қызық адам еді. Мен Мәскеуге жолға шығарымда міндетті түрде үлкен қазыны пісіріп қоятын қазы. Соны кейін соны алып келіп, мен сол қазыны Ельцин жеді, одан басқа да үлкен тұлғалардың барлығы жеді. Расул Ғамзатов, сонда жаңағы бір кезде кім Ельцин оған Мұхтар қызы ес қызы деді. Қана қазы дегенді ұмытып қалған, қызы ес қызы. Содан кейін мен қызды сұрап отырма деп, содан жаңағы қазына, сол қазыдан барлығы ауыз дейді. Мынау менің компьютер басты жарты адамдар деген өлеңім бар. Соны мынау Жапонияда менің 2 том өлеңдерім жарыққа шыққан. Сонда Жапонның қыздары мен жігіттері кезекке тұрып айтады, бірінен соң бірі. Тіптен бір газет бар екен, 6 миллион тиражбен шығады екен. Сол компьютер басты жарты адамдарды жарты жыл бойы талқылады. Ал сонда тіптен бір жас қыз маған 19-20 жасар қыз маған келіп, мен сізден басқа ешбір ақынды мойындамаймын, қаласаңыз мен сіздің жұбайыңыз болар едім деді. Мақұл дегенімде, қазақ халқы Жапонға құда болған болар еді. Менің тілегім мынау. Кім шындығын жоғалтып алса, мен ол адамды адам деп есептемеймін. Шындығы жоқтардың барлығы бейшаралар. Сондықтан осы телеарнаны көріп отырған адамдардың барлығы елдік ұлттық мүдде биігінен, шындық биігінен бой көрсетсін. Сол биікте бас қоса берейік.
сырлап саулап алғын күз өтті жылдар ағалып кеттің жаныма сау тағдырдың тізгініне бағынып қимасым боп неге қалмадың неге алмадың аяңа әйтеуір сені асыл арманым шақырмадың тойыңа әйтеуір сені асыл арманым шақырмадың тойыңа оған жаным өкпелемеймін кінәмді жоғартатын махаббатты шырқап өлеймін бізді ілгері тартатын арманымның гүлін аңсаумен сағынудан шаршама тілектеспін саған жан сәулем жолың басқа болса да тілектеспін саған жан сәулем жолың басқа болса да алматы бір жайып қашаған әсем қала болғалы ертең сенен алыс қошамат қарамашы мұңдана сырттай жанға барман тілегім саулығымды сұраған бұл қалада бар деп білемін маған сенген бір адам бұл қалада бар деп білемін маған сенген бір адам маған сенген бір Қандай ән айтасың дейді. Жұбанов мектебінде оқиды. Неге қазір шындығы жоқ адамдар тым көбейді олар неге қара затты қара екен демейді талайлардың алғырлығын жалғандығы бөгейді бірақ заман ерте кеш пе шыншылдықты жебейді кім шындығын жоғалтып алса күнделікті өмірде ниет бұрып жеңілге сөзі басқа ісі басқа болса жалғандықтан ақсап қалған елдік ұлттық мақсаттардан тартыншақтап бойын аулақ салса ойланалық ол адамның парқы құны қанша ойланалық ол адамның парқы құны қанша Tengriye bağlarım var
махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Терезе бақтабында бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым